Баршаларыңызға қайырлы күн достар, сіздермен Динара. Бүгін сіздерге тәтті, ауызда еритін танымал красный бархат атты тортты жасайтын боламыз. Торттың осы рецепті оригинал болып саналады, сондықтан міндетті түрде сақтап алыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, және каналға тіркелуді ұмытпайық. Ыдысқа қант, комнаталық температурада жұмсақ сары май және ванильді қант қосып, жақсылап миксермен өткіземіз. Қант толық ергенге дейін араластырамыз. Үстіне бір-бірден жұмыртқа салып, миксермен араластырып отырамыз. Келесі айранға сода және пищевой краситель қосып араластырамыз. Келесі құрғақ ингредиенттердің барлығын араластырамыз, яғни ұнға қопсытқыш және какао қосып араластырып аламыз. Жұмыртқалы массамызға ұн мен айранды 2-3 бөліп қоса отыра миксерлеп аламыз. Бізде осындай қаймақ тәрізді тестамыз шықты. Пергамент қағазға тестамыздың құйылуы идеальный болып шығу үшін пергамент қағазға сызбай мен 26 диаметрлі формамен шеңбер жасап алдым. Осылай видеодағыдай жасап алсаңыздар болады, сонда тестамызды салған кезде өте ыңғайлы болады. Пергамент қағазды дайындап болған соң тестамызды 4-ке бөліп аламыз. 4-ке бөлген соң видеодағыдай қамырымызды қасықпен тегістеп аламыз. Енді қызып тұрған 170 градус духовкаға 10 минутта пісіріп аламыз. Бізде осындай өте жұмсақ корждар дайын болды. Пергамент қағазын алған кезде өте оңай алынады. Енді осы корждарды 22 диаметрлі кольцомен кесіп аламыз. Егер осындай кольцо болмаса, тарелканың көмегімен немесе крышканың көмегімен де тегістеп алуға болады. Корждардың ені примерно 1 сантиметрдей көтерілді. Бізде осындай 22 диаметрлі корждар дайын болды. Енді крем жасағанша дейін біз тоңазытқышқа салып қоямыз. Креміне құрғақ ыдысқа творожный сыр және қант ұнын қосып, миксердің көмегімен 2-3 минуттай жақсылап араластырамыз. Оның үстіне суық сливке қосып, тағы да араластырамыз. Кремнің массасы қою болу керек, чашканы төңкерген кезде төгілмейтін. Сонда біздің креміміз дайын. Енді корждарды жинауға кірісеміз. Әр корждың үстіне мен примерно 5-6 ас қасық кремді салып тегістеп алдым. Әр коржды салған сайын қолмен кішкене басып аламыз. Қызым да торт жасауға көмектесіп, соңында крем жағумен аяқтаймыз. Негізінде красный бархат тортын осылай да қалдыруға болады, өте әдем болып шығып тұр. Немесе қалған кремдермен шеттерін жағып алып, корждардың қалдықтарын блендермен өткізіп, осылай ұсақтап алып, шеттерін және үстін сеуіп видеодағыдай сәндесеңіздер болады. Бізде осындай красный бархат тортымыз 1600 килограммдай шықты. Торт өте әдемі әрі яркий, тәтті болып шықты. Осы торт сіздердің мерекелік үстелдің сәніне де айналады. Осы рецепті міндетті түрде сақтап алыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Динара. Келесі кездескенше.